компьютерлік кескіндерді құру және редакциялау тақырыбы. 8-ші тақырып. 2-ші бөлім компьютерлік графика. Графикалық кескіндермен жұмыс істеуге, оларды түзетуге, өңдеуге мүмкіндік беретін және графикалық ақпаратты өңдейтін программа. Графикалық редактор, сандық редактор, мәтіндік редактор және программалау. Жауабы қазір күтеміз. Біз графикалық редактор деп белгілеп көрейік. Әрине жауабы дұрыс. А графикалық редактор. Яғни аты айтып тұр, иә, графикалық кескіндермен жұмыс істеуге деп тұр. Келесі сұрақ. Графикалық редактордың қандай түрі кеңінен қолданылады? Сызбалық, диаграммалық және есептік, растрлық және векторлық, сызықтық. Біз растрлық және векторлық деп көреміз. Дұрыс жауабын графикалық редактордың бізде көбіне С варианты растрлық және векторлық түрі кеңінен қолданылады екен. Келесі сұрақ. Қағазда, мониторда, теледидар экранында кескінді құрайтын нүктелердің екі өлшемді жиынтығы графика, растр, симметрия, сызба. Біз растр деп белгілеп көреміз, яғни екі өлшемді жиынтығы қағазда және мониторда кескінді құрайтын нүктенің екі өлшемді жиынтығы бізде растр болып саналады. Келесі сұрақ. Экран бетінде көрсетілетін бейненің ең кіші элементі паскаль, пиксель, растр, графика. Біз пиксель деп белгілеп көреміз. Дұрыс жауабын қазір көреміз. Экран бетінде көрсетілетін бейненің ең кіші элементі бізде не деп аталады екен? Дұрыс жауабы бізде пиксель деп аталады. В варианты дұрыс. Ең кіші элемент экран бетіндегі. Келесі сұрақ бізде. Қай кескіннің өлшемі үлкейіп, кішірейткен сайын сапасы бұзылады? Графикалық, фактикалық, растрлық, сызықтық. Біз растрлық деп белгілеп көреміз. Яғни кескіннің өлшемін үлкейтіп, кішірейткен сайын сапасы бұзылады. Бізде ол қазір дұрыс варианттан көреміз. Растрлық. Дұрыс жауабы. Келесі сұрақ. Растрлық графиканың ең көп қолданылатын программаларының бірі Paint, Excel, Word, Google. Біз Paint деп белгілеп аламыз өзіміз. Ал дұрыс жауабын қазір көреміз. А варианты Paint, ол растрлық графиканың ең қолданылатын түрі. Өте көп қолданылатын түрі бізде Paint. Келесі сұрақ. Paint графикалық редакторы Windows жүйесінің қандай программасына кіреді? Сызбалық, кооперативті, стандартты, мәтіндік. Яғни дұрыс жауабын біз қазір белгілеп аламыз. Стандартты деп өзімізше белгіледік. Енді дұрыс жауабы әрине стандартты. Paint графикалық редакторы Windows жүйесінің стандартты программасына кіреді. Келесі сұрақ. Суреттер салуға, өңдеуге, сақтауға, қағазға басып шығаруға, растрлық бейнелермен жұмыс істеуге арналған редактор Paint, сандық редактор, мәтіндік редактор, программалау. Әрине біз жерде Paint-ті белгілейміз. Дұрыс жауабы әрине Paint. Сурет салуға, өңдеуге, сақтауға арналған редактор ол бізде Paint редактор болып саналады.
күнделікті жаңа сабақты жіберіп алмас үшін каналыма тіркел. Назарларыңызға рахмет.